Ассалаумағалейкумдер, қадірлі ағайын қазақ елім. Міне Түркменстан елінен осындай қазандар келіп жатыр. Сатылымда. Жобасын айтайын қазір. Мынау 100 литрлік қазан қақпағымен бірге. Міне сапасы осындай. Жағдайы жақсы қалың қазан. Крышкасымен бірге 30 мың теңге бағасы. Мынау міне 100 литрлік қазанның қақпақтары отдельно сатылады, 7 мың теңге бағасы. Дюралюмин материалдан жасалған бәрі қазандар, крышкалар алюминдар. Мынау 50-дік қазан. Міне сапасы жақсы өте. Ішіде міне 50-дік қазан. Мына 100-дік қазаныңызға енді қазақ еліміз майлы тамақты жақсы көреді ғой, семіз ғой. 2 қой сыймайды, бірақ 1 қой менен нәңгілдей. Бір азғантай майын азартып салатын қой бар болса, салып жейсіңіз беш бармаңызды. 1,5 қой демейін, 1,5-нан да көбірек 2-ге жетпейтін қой сияды осыған. Мына 50 литрлігіңізге үйіңізге бір жиналғанда ағайын тумаластар беш бармақтарыңызды арқайын асасыңыз. 16-18 кіло малыңыз болса, соны саласыңызда 5 бармақ етін сыры барып қайнағаннан соң етіңізді 5 бармағын жейсіңіз. Оның бағасы 50-діктің 20 мың теңге. Мына қазан міне 3-ші қазан 25-дік қазан мынау. 25 литрлік. Ровно 25 литр су кетті. Тексеріп көрілген. Ана астында эмблемасында да 25-дік көркізіп тұр. Точно екен нелер. Бұл да дюралюминнан бағасы бұның 17 мың теңге. Жаңағы айтайын деп отырғаным, бұны міне ровно 5 килолік ана пәшкідегі күрішті асасың. Азғантай бір отырыс қылам, зат шақырсаң ағайын тумалас құрдастарыңды. Арқайын бір асасың да тамағыңды жеп отырасың. Бұл қазан асты ойды. Бұның бағасы 17 мың теңге. Мына қазан міне 4-ші қазан. Ол нағыз міне орманға, теңіз жағаға, табиғатқа шығам десе адамдар. Оның дальнобойщик машина айдайтындар. Қасымен алып кетейін бір далада отырғанда. Бір қоян жейм анау-мынау десе, осыны міне үйіңе де болады, қуырдағыңа, балық пісіруге, тауықтың етін пісіруге, міне крышкасымен бірге. Бұның бағасы 13 мың теңге. Крышкасымен бірге бәрі. Крышка дейм жаңа қақпағы. Құрсын осы орыс тілді күйдірді ғой адамды деп. Мынау міне кастрюль 20 литрлік. Мынау деген керемет кастрюль. Үйіңде тамақ пісірсең де орат, мынаны газ плитаға қоясың бірақ. Іші мына кең қандай міне. Мынандай 20 литр ровно ішіне су кетеді. Үйіңде тамағыңды пісіресің, бір семьяны алып шығады осы бір күннің тамағын. Любой қазақ үйде болу керек қой, келіндерге ертең ана көк-сөктің уақытында томат пісірем десе, икра пісірем десе, бәңкілерім жабам десе, суын қайнататын нағыз кастрюль мынау. Бұның бағасы ровно 15 мың теңге. Одан басқа да міне 6-шы сковородка келген алюминнен. Міне мынандай іші ровно 4 литр. Таңертең ғана пісімілла деп подливаңды, жұмыртқаңды пісіріп жесең болады, азғантай картошкаңды пісірсең болады. Бұны да жаңағындай со дальнобойщиктар анақта-мынақта жүргенде мәшініңе лақтырып қоясың, я қыдыруға кеткенде 1-2 адам болып отырып қарнымды тойғызам десең, осымен пісіресің да аласың да тоясың да мәшініңе өп, бісмілла деп үйіңе қайтасың. Ораласың, үйіңе ораласың. Міне сол крышкалары осындай дюралюмин материалдан жасалған. Гарантия качествосы бар. Міне осындай қазандар сатылымда. Және де бір кезек бағасын айтып өтейін. Мынау 100 литрлік қазан қақпағымен бірге ровно 30 мың теңге.
Мына 100 литрліктің қақпақтары, оның размері, диаметрі метрмен өлшегенде крестный крест. Ровно егер қазаныңыз ана шетінен мына шетіне 81 сантиметр болса, осы қақпақ дәл отырады. Оның бағасы 7000 теңге. Мынау міне 50-дік қазанның қақпағымен бірге бағасы 20000 теңге. Бұл да диагоналы қазанның крест-накрест 67 сантиметр. Оның көбісіне мына 80-дік қақпақ сұрап отырғандар көпті мүштерлердің арасында. Оны бізде жоқ крышка 80-діктің. Бірақ мына 100 литрлік қақпақты алаттар адамдар маркерменен аударып 80 литрлік қазақты кесіп, болгаркамен кесіп, әдемілеп 80 литрге де жауып отырлар. Бірақ бағасы собыр баға 7000 теңге. Мынау міне жаңағы айтқандай 25 литрлік қазан. Бұл қазан деген вообще керемет. Азғантай бір семьяда кішкентай қонақ келіп қалса. Бұның бағасы 17000 теңге. Мына кішкентай 15 литрлік қазан, ровно мұрнына шенді 15 литр қаз су кетеді екен. 3 санақ 5 литрлікті пластмас қаппен мана толтырып көрдім. Ровно 15 литр кетеді. Өзді 15 литрлік екен, мен 12 литрлік қойдап жүрсем. Бұның бағасы ровно 13000 теңге. Қазақтың ақшасы менен. Мына кастрюль жаңа келін қыздарға газ плитада қойып тамақ пісіріп икра қайнататын. Бұның 20 литр көбірімі несі де бағасы да 15000 теңге. Мынау кастрюль жаңағындай үйде таңертең пісімілі тұрғаннан анау-мынау немді пісірем десең, бауырыңды, жаңа картошкаңды, жұмыртқаңды, қалбасаңды пісіріп, балдармен таңертең тамағын беріп, тамақтап, оқуға жіберем десең, осы қазанды аласыңыздар. Походқа кетсеңіз де болады, алып кетсең қасыңызбенен мәшінге салып қойсаң да болады. Az жүрген жерінде бірден анау-мынау ауып-ауып бір зат ұсталса, соған пісіре қоятындай. Ал алармандар, қазан керектеріңіз бар болса, осындай адресіміз Маңғышлақ ауданы, Маңғыстау 1, Жилмассив, Мұрат Өскенбай ұлы көшесінің 31-ші жайы. WhatsApp номерім 8775 357 6605. Звондан ала беріңе. Анындай комментарийді отырып, әртүсті бір болғысыз зат жазбаңда. Конкретно алатын адам звондан, а то чугун бар ма, анау бар ма, мынау бар ма, анау-мынау ондай әңгіме керек емес. Алатын адам бар ма, аларман. Келіңді алың, көрің, келің, алың. Доставка жоқ. Өздеріңіз келесіңіз, көресіңіз, ұнаса аласыңыз, ұнаса кетесіңіз, ұнамаса. Давай, рахмет алармандар сіздерге.